حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. Рахман әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Кәпірлердің жанын аяусыз жұлқып, суырып алушы періштелерге. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Мүміндердің жанын қинамай, байыппен алушы періштелерге. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Илахи пәрмендерді бұлжытпай орындау мақсатында аспан кеңістігінде жүзіп жүрген періштелерге. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. Міндеттерін мүлтіксіз орындауда бір-бірімен жарысатын періштелерге. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Алланың пәрменімен болмыстағы жауын жаудыру, жел тұрғызу сынды табиғи құбылыстармен өзгеде елеулі істерді жүргізуші періштелерге серт. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. Қиямет сөзсіз орнайды. Сол күні сүрдің, яғни Исрафил періштенің ғаламат сырнайынан шығатын ащы үн жер әлемді тітіретіп, дүр сілкіндіреді. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. Оның артынша жер әлемді тітірететін тағыда бір ащы үн шығады. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. Сол күні кейбір жүректер үрейден дүрсіл қағады. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. Олардың, яғни жүрегі дүрсіл қағып, аузына тығылған кәпірлердің үрейге толы көздері мөлиіп төмен қарайды. يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. Соған қарамастан кәпірлер өлгеннен кейін қайта тірілу сенімін келемез деп бұлай дейді. Сонда біз қайтадан бұрынғы қалпымызға қайтарыламыз ба? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Һәм қаусап, үгітілген қу сүйекке айналғаннан кейін қайта тірілеміз бе? قَالُوا